әр күнге еркелеймін мен саған. Құлындаймын ойнақтаған албарда, қызыңдаймын ойнақтаған албарда. Маған дәулет неге керек ағажем, өзің бірге көре алмасаң қызым. Асқанжан, келіп қалдың ба? Әже, ойнаймын. мен қыздармен ойнап келдім. Достарыммен ойнап келдім ғой, көкем бүгін саған шашбау тағады. Келе ғой Асқанжан. Әженің алтын сандығын ашайық. Біздерге ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз келе жатыр. Бізге сый дайындап қойған әжесі. Солай ма? Иә. Ішінде не бар екен, Асқан? Білмеймін. Қазір көрейік. Саған мамам шашбау тағады. Мынау қоржын, қазақтың ұлттық қоржындары. Керемет ақ сандығым ашылды, ішінен маржан шашылды. Мынау білезік екен. Күміс білезік. Күміспен көптеліп алтынмен апталған қазақтың зергерлік бұйымдары екен. Асқанжан, мына бұрымыңа киттелерді шешеміз. Әженің керемет жасаған сыйлығы шашбауды тағамыз. Осы шашбауды қыз келіншектер екінші жағына, екінші бұрымға тағасын. Асқанжан, шашбаудың үлкен қазақи әдетке сай үлкен ұғым. Өзінде үйлеседі. Шашбау керек. Шашбау қыздарға жайлап, салдырлатпай, гүмірлетпей, келіншектердің шашбауы осындай болады. Көзбен, тілден, көзден сақтау үшін. Сіздікі, балдардікі, осындай шашбау болады. Бұрымды өргенде мен, Асқанжан, өз қызымның бағы бірге өстіп бүйтіп бұрымыңды, қасиетті бұрымы, шашты кез келген уақытта кеспейміз. Солай ма? Үлкен етіп, ұзын етіп өсіреміз. Екінші жағына да кетеміз. Асқанжан, Құтты болсын енді шашбау. Қатты жүгірмей, жайлап ойнағанда жайлап жүр. Сол үшін шашбау сыңғырлап тұру керек, жүріп келатқанда. Асқанжан, сосын баяғыда біздің батырларымыз қыздарды шолпысына қарап таңдаған. Сосын мына жерде отыра ғой. Мына сіздің заманның бұйымы болса, Асқанжан, гүлдермен көмкерілген. Қазіргі заманның мысалы небір түрлі оюлармен, қошқар мүйізі, қандай оюларды білесің? Қошқар мүйіз. Сынық мүйіз болады, иә? Мынандай үш бұрышты. Домбыра бар осы. Иә, домбырамен біздің этникалық көздерді, жаңағыдай петроглифтік жазулары бар. Асқанжан, әжең бізге керемет сыйлық жасады. Негізі, мына артындағы киіз үйдегі жасалып тұрған мынау. Қозындан ішінде тағы да не бар? Қожың ішінде тағы бар ма? Көрейік. Әже, сен бізге көп сыйлық жасаған сияқтысың. Солай ма? Сақина тауып. Ол сақиналар керемет екен. Ол сақиналарында үлкен мән мағынаға толы, мысалы, 4 құбылаң тең болсын деп, көрсете ғой, 4 құбылаң тең болсын, шаңырағың биік болсын деп, мына дөңгелек шаңырақты жасыл жансын, бата менен ер көгерер, жаңбыр жауса жер көгерер. Қазақтың бойындағы барлық мына түстерді де үйлестіріле жасалған екен. Асқанжан. Жақсы. Қошқар мүйізіне солай аталғаны ма? Иә, солай. Қошқардың мүйізіне ұқсайды ғой. Екі жағынан бүйтіп көмкерілген қошқардың мүйізіне ұқсағасын, біздің дана халқымыз оны қошқар мүйіз деп. Мен оны суретке салғанда болады. Иә, салып ауылына барғанда тәтең ұстап тұрды ғой, соның аты қошқар. Соның мүйізі бүйтіп еліп тұр ғой, мына өрнек сияқты да? Солай. Мына киіз бас киімдер қазақтың бүкіл басына теген, үстіне теген салқынды
осы меринос жүнінен жасалған, қойдың жүнінен жасалған. Иә, біздер ол әжеге қарымта қайтарайық. Халықаралық әйелдер күні келе жатыр, әжелер, аналардың күні біздерге көз болсын деп алтыннан міне тағайық, Рысқанжан, иә? Әже, сізге де сыйлығымыз бар. Тағайық, Рысқанжан. Көз бол бізге, аман есен, ортамызда шаңырағымыздың әдемі әжесі болып, өзің бізге салт дәстүрді үйретіп, сөйтіп аман болып жүрсің. Рысқанжан, мына Рысқанжан, мына артыңдағы тұрған кимешектер, Рысқанжан, мына артыңдағы тұрған ұлттық киімдер, камзол бәрі әженікі. Кезінде мен 4-ші класс оқығанда, нағыз Оралда қазақшылықтың иісі енді шығып жаңадан келе жатқанда, осындай сенің үкілерің бір-біреуі 5.000 теңге болатын. Сонда әжең 15.000 теңге пенсиясы болады, маған алып берген. Сосын мына Мария сән үйіне алып тұршыман кем? Сол ең бірінші бүйткен алдына маған керек емес, маған артынан сал жұлдыз деп, қазіргі жұлдыз ханымға, сонда Оралдағы ең бірінші тарихи камзол бұл, 93-те